Келінің жаман болса, бір үйдің берекесі кетеді. Сөзі у болса, шаңырақтың шырағы өшеді. Ал мінезі түзелмесе, ердің де еңсесі түседі. Сондықтан келін тек адам емес, ол бір әулеттің айнасы. Келіннің жамандығы бір адамның емес, тұтас отбасының сынағы. Сабырсыз болса сөзден от шығады, түсініксіз болса татулық жоғалады. Ал ақылды келін үндемей жүрбақ үйді ұстап тұрады. Жаман келін келген үй тыныштығын жоғалтады. Күліп кірген босаға күрсініспен толады. Бірақ әр келін жаман болып тумайды, оны жақсы да жаман да ететін көрген тәлім мен алған тәрбие. Келін келіп кеткен қонақ емес, ол шаңырақтың ертеңі. Жаман болса ұрпаққа көлеңке түсіреді, жақсы болса әулеттің атын асқақтатады. Келінің жаман болса, енеңнің де сабыры сыналады, күйеуіңнің де жүрегі жараланады. Алдана келін сөзді көбейтпей, ісімен-ақ бәрін орнына қояды. Бабалар бекер айтпаған, келін ененің топырағынан деп. Егер келін жаман көрінсе, сол үйдің іші де бәрі бір сәт ойлануы керек. Жаман келін үйді бұзады, жақсы келін үйді құрайды. Бірі берекені қашырады, бірі ырысты шақырады. Келіннің мінезі шаңырақтың тынысы, сөзі үйдің бағы не соры. Сондықтан келін болу тек келу емес, ол үлкен жауапкершілікті көтеру. Келіннің жаман болса сөз көбейеді, сөз көбейсе сыйластық азаяды, ал сый кеткен жерде береке тұрмайды. Ақылды келін енесін анадай көреді, ақымақ келін қарсыласындай көреді. Сол айырмашылық бір үйдің тағдырын шешеді. Келінің жаман болса, бұл сөзді бабалар бекер айтпаған. Бір келіннің мінезі бір шаңырақтың тағдырын өзгертеді. Егер үйге күлкі кіре ме, әлде күрсініс пе, соның бәрі сол келіннің жүрегінен басталады. Келін ол босағадан аттаған күні тек бір әулетке келмейді, ол бір үмітті арқалап келеді. Ененің үміті, ердің сенімі, ұрпақтың болашағы. Ал егер сол келіннің сөзі суық болса, қарапайым нәрседен дау шығара берсе, сыйластықты түсінбесе, ондай үйде береке қайдан болсын? Бірақ келін жаман болып тумайды ғой, оны жаман ететін түсінбеушілік, қатты сөз, көрмеген мейірім. Кейде біз келінді кінәлаймыз, бірақ өзіміз оған қандай жүрек сұндық, қандай жылулық бердік. Ақылды келін айғайламайды, ол үндемей-ақ бәрін түзетеді. Жақсы келін өзін емес, отбасын ойлайды. Алдана ене келінді сынамайды, түсінуге тырысады. Себебі бұл өмірде жеңу емес, жарастыру маңызды. Келін жаман болса, үй бұзылады. Келін жақсы болса, ұрпақ түзеледі. Сондықтан келінге де енеге де бір ғана нәрсе керек, ол сабыр, ол сый, ол жүрек. Келіннің мінезі үйдің берекесін не бұзады, не құрайды. Жаман келін сөзбен жаралайды, жақсы келін үнсіз үндемейді. Келін бір үйге келмейді, ол бір әулеттің тағдырына кіреді. Сыйластық жоқ жерде жақсы келін де жаман көрінеді. Келіннің даналығы айғайда емес, сабырда. Жаман келін үйді тарылтады, жақсы келін жүректі кеңейтеді. Келіннің бір ауыз сөзі үйдің тыныштығын не бұзады, не сақтайды. Ақылды келін өзін дәлелдеуге емес, отбасын сақтауға тырысады. Келінге қара, сол үйдің тәрбиесін көресің. Жақсы келін келген жерін жатсынбайды, жаман келін өз орнын таба алмайды.